Құрметті YouTube көрермендерім, бүгін оразаның 4-ші күні. Оразаларыңыз қабыл болсын. Ұстаған жандар, осы оразаның 4-ші күніне енді жеңілірек тағам жасадым. Өйткені кеше күндері бәрі манты, бешбармақ болып кетті. Енді міне сол бүгін 4-ші күнге фрикаделька жасадым. Фрикаделька өздеріңіз білесіздер, әрі тез, әрі оңай жасалатын тағамның бірі. Өте бір керемет тағам, дәмді болып шықты деп ойлаймын. Өйткені мен өзімде оразадамын да тұзын да бәрін мөлшермен сала бердім. Өйткені тағам жасап үйреніп қалған соң өздеріңіз білесіздер. Мінекей көрермендер, оған не қажет деңіз? Фрикаделькемізге міне. Фаршымызды бәрін дайындап қойдым. Ішіне күрішін, бұрышын барлығын салып, барлығын тұзына шейін бәрін салып дайындап тастадым. Мінекей мынау подливне. Мына сорпамызға мына заттар қажет. Осының бәрін салып, бүгін сол фрикаделькемізді жасаймыз. Ауызашарымызға өте жеңіл тағам, өздеріңіз білесіздер. Ал енді кеттік сол тағамымызды жасауға. Енді помидорын саламыз. Сағызын салып жібердім. Картошкасын салып жібердік. Чесночная стрелка салып жібердім. Бұрыштарды салып жібердік. Мінекей стебель сельдерей салып жібердім. Бұл да бір ерекше дәм береді тағамға. Енді суын құйып жібереміз. Азырақ. Мінекей дайындап қойдық тефтелейімізді. Негіз бұның сыртынан мынаны алып ұнға аунатып шықсаңыздар да болады. Негізі аунатпасаңыздар да болады, өйткені жұмыртқа қосылған ғой, бәрі ажырамайды. Мінекей сорпамыз жайлап қайнап жатыр әдемілеп. Мінекей сорпамыз әдемілеп қайнап жатыр. Тұзын салып жіберейік. Мінекей тефтейге барын саламыз жайлап. Мінекей бәрін салып жібердім тефтейлейін. Мына дайын болуына бір 10 минуттай қалды. Чесногын да салып жіберем. Мінекей тағамымыздың дайын болуына, тефтелейіміздің дайын болуына 5 минут қалды. Мына лук баремізді салып жіберейін. Мінекей тағамымыз дайын болды. Тефтелеміз өте бір керемет болды. Зелендерін салып жіберейін, көкөністерін. Қараңыздаршы. Әдемі болып дайын болды. Сіздерге де осындай ораза айында осы тефтейлер жасауға кеңес беремін. Бұл білесіздер, әрі жеңіл, әрі тез болатын тағам. Бұл енді ауызашарға істеген тағам болып тұр. Енді ауызашарға қазір бір 15 минуттай уақыт қалды. Ал ауызашар ифтар деген бір сөз ғой, енді сол ауызашарымыз жасаған тағамымыз. Ал оразаларыңыз қабыл болсын, тағы да айтқаным ас болсын.